Баршаңызға сәлем достар. Бүгін өздеріңізбен кәрістің сәбіз салатын әзірлейтін боламыз. Бізге алдымен сәбіз керек. Сәбізді корей салатын жасайтын арнайы өткізгіштен өткіземіз. Қияр қосамыз, оған сарымсақ қосамыз, және осылардың үстінен кориандр қосамыз, қант, тұз, уксус қосамыз. Уксусымыз 70% болу керек. Осыларды жақсылап арнайы қолғапшамен қолғапты киіп араластырамыз. 1-2 минуттай мұжып, осы видеодағындай. Сол кезде осы видеодағындай су шығу керек. Және бұны жарты сағатқа қойып қоямыз. Енді бізге заправкасын дайындау керек. Оған паприка, чили, егер чили болмаса сіздерде қызыл бұрыш қоссаңыздар болады. Және осындай қатты ысытылған сұйық май. Осы үшеуін жақсылап араластырамыз да сәл суытып барып, жаңағы салатымызға құямыз. Салатымызды осылай жаңағы араластырамыз және 1 сағатқа қоямыз. Менде 1 сағат өтті. Енді тарелкемізге салып, дастарханымызға ұсына берсек болады. Өте оңай, әсіресе дәмі керемет. Жасап көріңіздер, достар. Егер каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецепттер, видеолары шығатын болады. Сіздермен болған Меруерт.